Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді оладьи 40 қабатпен дайындаймыз. Ал кеттік. Бізге керегі жарты дана 40 қабат. Соны соломка етіп тураймыз. Пиязымыз бір дана, соны да соломка етіп турап, екеуін қосып, қатты етіп сығып, суын шығарамыз. Енді сәбізімізді жарты данасын теркіден өткізіп, 13 дана сарымсағымызды теркіден өткізіп, қосып, оған дәміне қарай тұзын салып, бұрышын салып, 3 дана жұмыртқамыз салып, 60 грамм ұнымыз салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып, оған қызып тұрған майымызға оладьйіміз салып, үстіне жақсы етіп қызартып қуырып аламыз. Енді жасыл пиязымызды соломка етіп турап, бетіне қаймамыз жабып, бетіне себеміз. Оладьйіміз үй жағдайында өте тез дайындалады, өте жеңіл, өте оңай рецепттермен. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдағандарыңыз үшін рахмет.